Ал енді ардақта ағайын, бұл дос деген сөз үш әріптен тұрғанмен, оның енді мағынасы өте ауыр түсінгенге. Бірақ енді доста дос, дұшпанда дос, амандықта, ажырар дос пен дұшпан жамандықта деген. Сондықтан бір жолдас бар, мұрныңнан қан кеткенше, бір жолдас бар, қолыңнан мал кеткенше, бір жолдас бар, кеудеңнен жан кеткенше деген. Басыңа бақ бар кезде, кішкене қолыңда 4-5 сом бар кезде дос болғыш көп. Басыңа кішкене ала бұлт айналса, сонда белгілі болады барлығы. Сондықтан енді ол барлығаны көпке топырақ шашуға болмайтын шығар, бірақ Ахмет Байтұрсынов деген ақсақалдың бір екі иттің жолдас болып жатқанын орындап бергімізге келіп жатыр. Бір 4 көзбен мойнақ екеуі дос болып жатыр екен. Соны кішкене ғана қолдап қойсаңыздар, орындап бере салайын, иә? Бір байдың 4 көз мойнақ төбеттері, өздері ит болсадай әдептеді. Түндіріп күндіз үрмей жай жататын болады әдептейтін әдеттері. Түс мезгіл екі төбет тойып жатып, кемпір наз өкпелерін қойып жатып, ас үйдің алдындағы күн шуақта сөйлесті, әр нәрсенің басын шатып. Сөз қылды жақсылық пен жамандықты, жомарттық мырзалық пен сараңдықты, достық пен дұшпандықтың жайын сөйлеп қолға алды татулық пен араздықты. Ділмәрсіп сол уақытта айтты мойнақ, менсіз қара 4 көз өзің ойлап, дүниеде одан артық не нәрсе бар тұрғаннан татулық пен күліп ойнап. Дос болсаң құшақтасып жанға балап, сөз айтсаң бір-біріңе шырақ қарақ. 6 күн ашаршылық көрсең дағы, жемесең бірің жоқта бірің тамақ. Сөйлейді маңғазданып енді 4 көз, мойнекі мұның әбден айтарлық сөз. Тұрмайтын бір күн тату неміз бар деп мен дағы ойлаушы едім осын әркез. Расын рас демей танамыз ба, бір тәулік татулық жоқ арамызда. Тұрмайтын ренжуге, сәл нәрсеге екеуміз баталасамыз барамыздай. Ондайыз арасында болған емес, көз салсақ бұрынғы өткен бабамызға. Бұл сөзге көңілденіп мойнақ тасты, ол үлкен одан гөрі 4 көз жасты. Мойнекем 4 көзім деп, бірін-бірі екеуі серт айтысып құшақтасты. Екеуі бірін-бірі сүйді құшты, ыстығы басылмаған достық күшті. Ас үйден лақтырылған бір омыртқа иттердің дәл қасына келіп түсті. Көрген соң майлы сүйек ит тұрар ма, құшағын жазып ала жүгірісті. Достықты айтқан сертті бұлай қойып екеуі бір-біріне салды тісті. Досты дос одан артық қалай сыйлар, жүндер бұрқыраған аспан құшты. Иттерге таласса да жарасады, әйтпесе ит әдетінен адасады. Дос болған адамдарға қарап тұрсақ биікпен теңдеп болмас аласаны. Сүйектей арасына дүние түссе, иттерден адам артық таласадай. Сүйектей арасына дүние түссе, иттерден адам артық таласады, таласады, таласады.